пәленшенің үйінің қасында өткенде өтіп бара жатқан кішкентай аппақ балалар жүгіріп ойнап жүрген аруақтарды көрдім деген сияқты. кішкентай аппақ балалар ойнап жүр дейді да. Управлять ете Кірді алмайды. кірмеді, какая разница дегенім ғой. Мен саған айтып тұрмын ғой, егер сенің алдыңа кіріп тұрып сені управлять ете ма? Жоқ. Болды ғой енді. Сен мысалы біреуді барып оны айтпай ақ қойшы құрсын, ондай мысалдар ше, шаршатып ше. Адам жын ішіне кірмейді деп айтады дейді. Ал салафизм басқа немене ағымдарда сол идеяны қатты қолдайды дейді. Мен матурид ұстанғандықтан Қате. бас делайды. Мен сені управлять етіп жатырмын. Ана сендіреді ғой сені. То есть получается отырады да, Айдархан айғала а енді ол сәл қорқынышты ғой, көріп қалсаң, бола берсін, мен сені қорқынышты екен деп тоже көрмеуге болмайды ғой енді. То есть бұл күн шығарып таба алмайды. Как пайғамбарымыз саллаллаху көрмеуге варианттар бар ма деген. Қорықпа, Айдархан, ой Алла. Ұстаз, негізі подкасттың мақсаты жыннан қорықпауға шақырып еді, сіз наоборот қорқып жүрсіз. Енді неге қорқасың, қорықпа. Мен деген негізі тоже өзім қатты қорқатын болдым да. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, біздің мұсылман үні каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жын мәселесі. Жын адамның ішіне кіре алады ма, одан қорқуға болады ма, қалай қорқамыз, или ол бізге қалай әмір ете алады деген сияқты бір ғайби мәселені ашу мақсатымыз осы. Ұстазымыз Нұржан ұстаз, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қош көрдік, Айдархан, Алла разы болсын саған. Жалпы сразу бастай берейін. Бастап тұр қой. Жын мәселесі енді көп талқыланып жатыр қазір. Алдында бір Дәстүр деген фильмді көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Дәстүр деген фильм бар, бүкіл Қазақстанға аты шулы. Сол фильмнің продвижениясын жүргізу мақсатында бағанағыдай экзорцист дейді ғой, жын шығарумен айналысатын адамдарды осы подкаст шақырып, әртүрлі қорқынышты историяларды айтып, сол мәселелерді естіген кезде қорқып, бір түнде бір жаман қорқыныштар болады, шынымен де сондай бола ма деген сияқты, адам ішіне кіріп кете беретін болса, онда біз деген сияқты сондай бір қорқыныштар болады. Осы мәселені білімі бар ұстаздан сұрап нүктесін қойғымыз келіп тұр. Жалпы адам ішіне кіре ма жын, жоқ па? Сұрақ, адамның ішіне кіре ма, кірмей ма деген. Негізі ғалымдардың сөзіне қарайтын болсаң кіреді. Кіреді жын. Кірмейді деген әңгіме сәл-пәл өтіріктеу. Вообще кірмейді деген сөз жоқ. Вообще кірмейді деген сөз жоқ. Екі неден түсіндіріп берейін. Бұл біріншіден біздің ғалымдарымыз Ибн Абидин деген, имам Сарахси деген сияқты, және имам Шибли деген ғалым бар. Фи Ахкамил Жан деген кітабы бар. Бір бәле Маржан, Фи Ахкамил Жан, ұмытып отырмын. Сол ғалымдардың барлығы айтады. Негізі ана кім аят бар ғой, жын, шайтан сенің ана тамырларда жүреді деген сияқты. Қанда жүреді. Қанда жүреді деген сияқты. Соның тәпсірінде бәрінде сөз кездеседі, жын адам ішіне кіреді деген. Ибн Абидиннің жаңағы Хашат Ибн Абидин еңбегінде есіп айтады. Адам өлім аузында жатқан кезде өте әлсіз болады да, және оның күфір сөзі есепке алынбайды дейді. Өлу жаны деп кетіп бара жатады ғой. Күфір айтып қалса есепке алынбайды дейді. Неге деген кезде, өйткені бұл уақытта адам өте әлсіз да, бұл сол уақытта жынның кіріп кетуіне өте қолайлы дейді да, то есть. Өзі жынның кіріп кету деген әңгімесін қозғап тұр да бұл жерде. Получается адаммен управлять ете алатын болып тұр ма? Жоқ, тоқта. Бұл басқа әңгіме. Сіз осы жерден бір момент сразу қолданып берсем қалайсыз? Давай. Үшін бізде қазір қарап отырсаңыздар, сізге арнайы бір сыйлық алып келіп едім, соны бер жиында моментті қолданыңызшы. Алла разы болсын. Жалпы мынау үстінде отырған киімді көріп тұрсыз ғой? Бұл Қадам деген компания, өзіміздің қазақ бренді, Елдос деген бауырым жүргізеді. Маған бұл үшін ешқандай ақша төлеген жоқ, жарнама үшін. Бауырым қолдау мақсатында. Қазір осындай керемет киімдер шығарған. Біз енді алдында әуret жер жабатын андай шортилар бар ғой. Соларды бірінші болып шығарған балалардың бірі. Жалпы продукт бойынша бір көрсете салайын. Иә. Жалпы мынаны қараңыз. Мына бір двойканың ерекшелігі таза мұсылмандарға арнап шығарған ғой. Мына жерді көріп тұрсыз ба? Иә, намаз оқығанға ма? И мына жерде, короче, мынау ашылады былай. Қолға дәрет аласыз ғой. Да. Суық қой дала. Да. Дәрет алған кезде Ой, бүйтіп шығарасыз да, короче. И мына жерде магниті бар, көрдіңіз бе? Ой, Алла. Короче, дәрет ала берсіз. И потом елдер машина шығарып жатса, біз мынандай нәрсе шығарып жатырмыз. Құлшылық қой, ең главный. Еще мынандай бар, тізесі шығып кете береді ғой, приколдардың.
намаз оққан кезде анау нетпейтіндей Иә, шығып кетпейді. түстелмейтіндей да. Иә, Иә. в общем осыны мен өзім киіп жүрмін қазір. Әдемі. Мощно. Әдемі екен. Жылы, в общем, қазіргі погодаға еще бағасы да қымбат емес қой, деймін, бағасын білмеймін қанша екен. В общем, осындай. Қымбат ау. Иә, сізге. Қазір қатты қымбат емес. Сендерге қымбат емес шығар енді. Иә. Міне мынау. Қадам Қадам деген. Жоқ. Болды. Отыр емес. Болды. Şimdi ішінде мәсісі бар, су. Все, мәсісімен да. Иә, мәсісі. Міне. Ішінде тақарат алатын несі бар. Несі бар? Бөтелкесі. Да, ну, ойбой. Вот Қатаға это салып жүре вот. бересің. Су құйып аласың да? Су құйып аласың да, короче, ішкі дәрет аласың, болмаса бана аяқ жуатын болса. Ой, Алла. Тұман іздеп керек емес деген, қалтаға салып аласың. Действительно, Алла разы болсын. Үлкен сыйлық болыпты Айдархан. Если размерін естемей тұрса, онда маған бір ауыз жазсаңыз, ауыстырып бересің. Болды. Бұлар қара цвет қойдым бірақ да? Я қара цвет. Все. Мынау флисовый, анда қара. Флисовый емес бірақ. Болды. Если что, ауыстырып алсаңыз. Болды, Айдархан. Мен жігітше Алла разы болсын. Все. Если что, кез келген адам өзіне қапсырып бере алады. Я описанияда инстаграмын қалдырым. Красавчик жігіттер ғой. Иә. Бұрыннан бері танимын да. Алла жеңілдігін берсін. Ай, жігіттер. Осындай нәрселерді қолдауға стоит та енді өзіміздің қазақ балалар детіп жатса. Вообще өздері тігеді ғой деймін даже, қателеспесем ше. Өздері тігіп тігмейді. Онда качественно да относиться етеді да, значит. Бүгін киінім өте жылы, өте керемет. Бағанағы мәселеге кірейік. Иә. Бұл жерде енді Айдархан крема деген кезде жаңа ғалымдарымыздың сөздері бар, нұсқайтын кірет дегенге. Екіншіден мынандай нәрсе бар. Ана білесің ба бір салафиттермен, атеистермен бір оқиға болған кезде мен айттым ғой, аяз ата бар ма деген кезде, енді аспанда бұғымен ұшатын аяз ата жалпы мүмкіндіктерден қарастырамыз ба, әлде абсурдтардан ба дейміз. Абсурд дегеніміз бұл қалай? Айдарханның өлде тірде болуы деген сияқты. Болмаса Айдархан өзінің әкесіне әке десем. Айдархан өзінің әкесіне әке десем. Абсурд қой бұл. Абсурд. Сен баласы отыра қалай сен әке боласың деген сияқты. Оны істей ала ма деген сияқты сұрақ қойса. Ол қоя алмайды ол. Алла тағала оны істей ала ма деген сұрақ қойылмайды ол үшін. Енді не мүмкін? Алла тағала істей береді. Қарашы енді. Жынның адамның ішіне кіруі абсурдтардан ба, әлде мүмкін заттардан ба? Мүмкін заттардан. Мүмкін ғой. Енді болды онда вопрос решен, Алла қаласа кіреді. Енді қалай ол ұстаз мен түсінбеймін бұл теманы. Жоқ, осын түсіндік қой. Иә, болды. Бұл кіреді. Екіншіден, қазіргі болып жатқан оқиғаның бәрінде мен кіріп кеткен деп айта алмаймын. Қазір 90% может психологически ауырып жүргендер шығар, кіріп кетті деп ойлап деген сияқты ше. Васвас деген сияқты. Иә, енді екінші сұрақ туындайды. Айдархан, сен жын ішіне кіріп кетті деген кезде сенің түсінігің болды, ол сенімен управлять етеді, сен оны тоқтата алмайсың деген сөз бе? Как будто солай. Жоқ, қате. Неге жынның сенің ішіне кіруі ол сенімен управлять етеді деген мәнді беру керек сам по себе? Сөйлейді деген сияқты былай. Болды, вот сөйлейді деген сияқты, иә. Мен саған мынандай түсінікті түсіндіруге тырысайын. Сен түсінуге тырыс. Өйткені мынандай нәрсе бар. Қолын көтерші. Осы жерде қолын көтергенде ақида ілімде айтады. Так, қолды көтерді кім дейді? Айдархан дейміз, иә. Бірақ по сути дела бұны Алла көтерді. Сен емес. Сен просто ниет қылдың. Қолды көтеруге, жұмсауға ниет қылдың да, уже сен Алла көтеріп берді. Күш қуатты Алла берді. Иә, бірақ бұл мынандай мағынада емес. Сен ниет қылдың да біреу артынан келіп қолыңды көтеріп тұр деген сөз емес. Бұл кәдімгі сен ниет қылдың, өйткені қанша қолдар бар ғой, ниет қылса да көтере алмай тұр. Алла бермей тұр да оларға күш. Мүмкіндік бермейді. Иә. Демек сен көтерген кезде Алла саған күш қуат берді ма? Берді. Демек ол күш қуат кімге беріп тұр? Кімге беріп тұр? Маған. Саған беріп тұр. Сондықтан да сен көтере алып тұрсың, иә? Сен көтере алып тұрсың, потому что саған күш қуат берді. Енді сен біреу кеп, сен мысалы біреуді барып, оны айтпай қойшы құрсын, ондай мысалдар шаршатып жүрші. Мысалы сен біреуді барып шапалақпен ұратын болсаң, сен айта аласың ба? Жоқ, мен пәленше алды да, қолымды алды да, шақ ұрды деп айта аласың ба? Неге айта алмайсың? Потому что сенің ұрудағы жұмсап атқан, беріліп атқан құдірет кімге беріліп тұр? Саған ғой. Болды, ол значит сенің ударың да. Құдірет сенде тұрғаннан кейін бұл сен істеп тұрсың. Бірақ Алла тағала күш қуат берді соған. Сол енді саған беріп тұр ғой. Демек сен, то есть мен айтпағым қара. Мына зат деген болады, және оған берілетін сифат болады. Мысалы, Нұржан білімді деп айту үшін,
Нұржан болу керек та, оның бойында қандай сипат болу керек? Білім сипаты болу керек. То есть, мысалы, сенің бойындағы білім сипатымен Нұржан білімді деп аталуы мүмкін ба? Жоқ та, сен ата аласың да білімді. Мен білімді деп ата алмаймын. Сенің бойындағы біліммен мен білім деп аталуым мүмкін емес ол. Түсіндірсің ба? Иә. Сенің бойындағы құдіретпен мен барып ұрды деп айта алмайсың. жоқ, бұл болмаса мен ұрдым, потому что ананың бойында құдіретімен деп айта алмайсың. Бұл сенің бойында құдірет болды. Иә. Ол сен. Түсіндірсің ба мен не айтып жатқанымды? Енді қара. Сөйлеу. Қашан адам сөйлейді? Өлдегі олда сөйлеу сипаты болса, иә? Енді сөйлеу сипаты сенде тұрса, мен сендегі сөйлеу сипатымен сөйлей алам ба? Ла деп. Жоқ, ол сен сөйлей аласың демек. Мен өйткені ол сипат сенде тұр, Енді ғалымдарымыз Абу Муайна Насафи дегеніміз Табсиратул Атила еңбегінде айтады. Жын деген не ол? Жын деген бұл өзі абстрактылы ұғым дейді. Түсінік, көрінбейді, қолға ұсталмайды дейді. Абстракция дейді тұр. Сипат, ол да бір сипат сияқты дейді. Енді айтады, егер қазір сенің ішінде жын сөйледі дегеніміз айтымыз ғой, Құран оқып жатқанда деп сөйлеп жатады ғой. Айғайлап жатады. Мысалы сен де сондай болса, деп сөйлеп жатқанда, сен сөйлеп жатсың ба, жын сөйлеп жатыр ма? Егер жын сөйлеп жатыр десең, сөйлеу сипаты кімде болу керек? Жында ма, сенде ма? Жында болу керек, Бірақ жын бұл абстрактылы ұғым, который оған сипат қона алмайды. Сипат қона алмайды дегеніміз не? Мысалы, қызыл дегеніміз сипат қой. Енді қызылдың көгі дей аласың ба сен? Жоқ, сипатты қабылдай алмайды. Сипаттан сипат болмайды, ереже. Бұл полнейший ереже. Сипатта сипат болмайды. Тек қана затта ғана сипат болады. Енді жын дегеніміз бұл сипатты іс болатын болса, ол Абу Муайна Насафи айтады, ол басқа сипатты қабылдай алмау керек ол дейді. Бірақ сөйлеп тұрсың сен. Демек, либо жын, либо сенде болу керек бұл сөйлеу сипаты. Жын қабылдай алмайтын болса, бұл сөйлеу сипаты кімде тұр? Менде тұр. Демек, кім сөйлеп жатыр? Жын ба, сен ба? Мен сөйлеп жатырмын. Сен сөйле. Жын сөйлеп жатыр деп айтпа. Жын сөйлеп жатыр деп айтпа. Сен сөйлеп жатсың. Өйткені менде сөйлеп сипаты бар. Сонда ал енді сендегі сөйлем сипатымен басқа біреу сөйлей ала ма? Жоқ. Енді сендегі сөйлеу сипатымен жын неге сөйлеп жатыр дейсің сенің ішіндегі? Ол сөйлей алмайды. Ол өйткені ода тұрған сипат емес ол. Бірақ енді біз айтамыз ғой жын сөйлеп жатыр деп. Неге айтамыз деген кезде? Өйткені ол саған наущает сол сөздерді. Вас делает, да? Былай давай. Мен сені управлять етіп жатырмын. Ана сендіреді ғой сені. А по сути дела сен маған логиканы дұрыстап тұрып бекітіп нетіп болсаң, мысалы маған өткенде бір кісі келді айтады, мен жын деген, мен қаяқтан білдім жын бар екен десем, енді күйеуім Құран оқыған кезде уже ана шығып алады деп шығып жатты. Қаласаң шықпайды деймін. Как это ол шығып? Кім айтты саған міндетті деп? Сен просто сендіріп тастаған, как будто сен оған қарсы келе алмайсың. Анау шыққан кезде шыға алады, ол сені управлять етеді. Сен әбден сендіріп алған ғой сен. Сен ақылыңды жинада. Жоқ, олай емес, шығармаймын десең, шығармай жүре бересің сен ол. То есть получается отырады да, Айдархан айғайла. Саған айғайла демейді де, саған мынандай ойыншы не береді ғой. Мен қазір ішімдегі жын шығып береді. Бұл былай алдайды ғой, понимаешь? Ол сен аржанда тұрып, табай мен саған былай айтып тұрам деген сөз емес бұл. Бұл сен айтып жатсың өзің, Айдархан. Бұл сен айтып жатсың сен. Бұл сен управлять ете алмайсың сен. Солай алдайды да бұл. В общем, алдау ғой бұл жерде, Егер жын управлять ете алатын болса, онда сен қылмыскерді барып убийца деп айта алмай қаласың да. Ол жын либо қылмыскер болып қалады. Спорный момент болады ғой. Мәжбүрлемейді сені ешкім. Ни в какое, да? Просто, бірақ мәжбүрлеу факторлар орын алып жатыр ғой, адамдардың кейде. Потому что они полностью обманулись, то, что у них нет выбора. Мысалы, адам өз-өзіне қол жұмсай мүмкін бана. Не дейді ана? Айдархан, он обманулся, то, что у него выбора нет, потому что полный жын құлағына отырып әбден сендірген да, то, что ты не можешь... Күші мықты болып кеткен да уже. Сен управлять ете алмайсың, ол уже мен сенімен управлять етіп отырмын деген әбден. Бірақ ақиқат тоқса, ол тоқтап тұр. Это не так делать нет та негізі. Вот. Я понял. То есть жын кіру деген бір әңгіме, жын кіргеннен кейін бітті, ол сені 100% управлять етеді деген бұл басқа әңгіме. Я вас понял.
ұстаз ендігі мәселе осы жерден сразу екінші сұрақ. Ол допустим кірді делік, и сондай кірсе получается сол қаттырақ уәсуәс жасайды деген сөз ба? Шайтанның уәсуасы сұмдық қой. Негізі мына кім айтады? Жын кірсе қандай зиян бере алады адамға? Любой адамның өмір сүруіне, адамның дұрыстап қолсыздық жасауына, енді жынның несіне байланысты, мұсылман емесіне байланысты. Бірақ ол өзі шайтан. Мұсылман жындарды кіре алады, Иә, кіре алады да. Бірақ енді мысалы айтайын. Айдархан мынандай ғой. Темекі тартқан адамды білесің. Мысалы, сенің басында кейде ой пайда бола ма, который сен оны ойламады, өзі келеді. Сенде рұқсат сұрамайды ол. Иә, кетпей қояды еще. Өзі кетеді. Мысалға, терезені ашқан кезде маған түсіп кетсең, секіріп кетсең деген ойлар кетпей. Я сен уже автоматически ойлайсың, сен оны так мен ойды қосайыншы, сол туралы ойлай бастайыншы деп шарт емес, уже чук. Мысалы, бұл мынандай ғой, темекі тастаған адамға темекі тартудың ойы келіп тұрады. Мысалы, темекі тастаған адамдар ойламаймын. Шеу керек. Иә. Сол шеу керек деген идеясы келіп тұрған кезде өзімен өзі келіп алады ғой. Иә. Соны Ибн Жайм деген ғалым айтады. Негізі адамның басына ойдың келуі дейді, 5 стадияда болады дейді. Біріншісі чың деп лиқо дейді да, то есть илқо дейді. Бірінші чың деп бірінші пайда болу ой дейді. Екінші ол ойдың сенің басында айналып, абасына батып жүруі дейді. Үшінші ол ой уже сенімен сөйлесе бастайды нәпсің. Істейік. Давай істейік. Уже сөйлеседі сенімен. Төртінші сен уже ай істеймін ау деген жаққа уже бұрылып тұрсың дейді да. Бесінші сен уже шешім қабылдадың, сен істейді екеніңді. Ең лучший вариант қайсы деген кезде бірінші келді ғой чың деп. Сол кезде есіктен теуі дейді ғой, прям кіргізбей. Бірінші келген еді, бұл уәсуәс қой деп бекітіп қой болды. Бұл уәсуәс қой деп болды. Жүре бер сөйтіп. Соны мен айтпағым, Айдархан, кез келген саған қаламайтын жаман ойдың келуі, сені тыңдамайтын, сен оған арнайы күш жұмсамағансың, бұл сол уәсуәстің қатарына болып есептелінеді. Давай жүр. Темекі тарту. Тастап жүрген адам темекі тарту. Ойлап жүре, темекі тарту. Не істеймін, темекі тарту. Ана уже жүре берген уже тартам. Жарайды, бір рет тартайыншы, ертеңнен бастап қоямын. Уже ана үшінші неге шығады уже. Бұл тартамын уже. Сол идея. То есть просто сені уәсуәстайды. Басқа ештеңе жоқ. Получается, кірген жын адам ішіне ол уәсуасы күшейе ма жоқ па? Күшейеді. Ол уәсуәс деген оңай нәрсе емес. Панический атака, страх, ВСД, визудо-сосудистая дистония, аурулар бар ғой анау. Деген жаман ойдан сен анау тістіркеніп, жаман ой уже нетіп, мысалы бір адамдар болады. Адам ішіне жын кірген кірмеген қалай білсе болады сонда? Бұл да тоже зонный әңгімелер. Зонный дегеніміз максимум сен сене аласың тәжірибеге ғой. А тәжірибе... Ол бойынша әлім жоқ қой, получается, да? Тәжірибе деген 100% бере ме? Жоқ. Тогда сен 100%. Бұл как, например, алдымызда стакан көріп тұрып па? Екеумізде стакан көріп тұрып қой, 100% бұл көріп тұрмыз, тура сол сияқты біреудің ішінде жын бар деген мағына бермейді ол уже. То есть, болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін идеясы тұрады. Жын шығарушының тәжірибесі ғана айтып тұр ғой бұл. Жын шығаратын адамдар сонда шынымен жын шығара ма? Иә, жын шығарып сөйлесуі мүмкін, етуі мүмкін. Ол сөйлескенде тоже қалай сонда ол бағана уәсуаспен через уәсуас сөйлесіп отыр. Через уәсуас типа былай деген сияқты. Получается, адам сөйлепті, бірақ оны айтып отқан ар жақта. Иә, өйткені адам тоқтайын десе тоқтата салады, негізі по сути дела ше. Бірақ оны ар жағында оның жауабын сыбырлап тұрған жын ғой енді. Былай айтпайды. Мысалы, сен ағамен сөйлесіп тұрсың да, бірақ сен өзің ойын жеткізу үшін емессің, сен менің ойымды жеткізу үшін да. Сен ағамен кездесесің да, аға саған айтады, так, давай бүгін сағат 7-те подкаст. Мен саған тартам да 8-де деп айттым. Сен барасың да, жоқ, давай 8-де дейсің. Сол айтады, жоқ, давай хотя бы 7:15-те. Сен мен берге ештеңе келемін да. 7:30-де хотя бы. 7:30. Жоқ, сен барасың, жоқ, давай 7:30. Тура сол идея, то есть ол менің жауабым ба? Менің жауабым ғой, негізі, по сути. Сол анау, ол да жынның жауабы ғой негізі. Хотя и научает, но ол жынның жауабы, да, понимаешь? Адам просто сол научениемен сөйлеп тұр да оған. Иә. Все, примерно түсініп бастадым. Қазір жыннан қорқу мәселесі ұстаз. Одан енді ол ғайби бір андай ужастиктарда да көп келтіреді ғой мысалға.
Әркім Айдархан, бола ма? қорқу деген естественный процесс бар да, қорқу деген ше. Және қорқу жасанды қорқу деген бар. Негізі естественный қорқу бұл негізі адамды сақтау үшін жасалған дүние ғой. Бұл как, например, жардан секіріп кетпеу деген сияқты. иә, арыстан жүгіріп кетсе қашу деген сияқты бар ғой, анау инстинкт самосохранения бар ғой, қорқу ғой негізі самый по себе. Вот сол қорқулар бұл орынды табиғи қорқу. Бұл ит қауіп бара жатқан иттен деп жатсаңыз қазір, болмаса анау қазір ит бар дейсің, бұл қалыпты қорқу да. Бірақ жыннан қорқу? Жыннан қорқу бұл енді жалпы қалыпты қорқуға кіргізсең болады, но бұл мынандай қорқулардан ғой, который оның несі 100%-на бекітілмеген. Яғни мәселен, сен ауылда болатын бет, көрші үйдегі ит бар, сен ондан өтуге өтесің, қорқасың ол көшеден ше, өйткені ана ит железіне қазір шығады деген ше. Бұл қорқу орынды қорқу неге? Оны иттің жүгіріп шығып нетуі, зиян беруі қалыпты әдеттегі жағдайда. Бірақ енді алдыңнан жын шығып деп нетуі қаншалықты қалыпты әдеттегі жағдайда бұл. Бұл қалыпты емес, әдеттегі жағдай емес болған себептен өзіңді бәр алладан деп қорықпауға тәрбиелесең болады ау деп ойлаймын. Бірақ бағана иттің көрші иттің жүгіріп шығуынан өзіңді бәр алладан қорықпа тәрбиелеу, бұл негізі сәл-пәл ақымақтық. Я дұрыс, бірақ бұл как будто анадан сақтама, жүре бер деген сияқты идеяға алып келіп қалуы мүмкін. Бірақ ол жүгіріп шығады да сен қабатсың кейін. То есть бұл жерде сөйтіп бөлу керек. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алдынан шыққан кезде ол да қорыққан. Қорыққанда енді дірілдеп барып, Хадиша анамызға барып, замилуни, мен орашы дірілдеп тұрды да естіп. Вот сол енді бұл жалпы қорқу нормальный процесс, бірақ сен бәрі түбінде алладан деп тұрған идеяда тұратын болсаң, мысалы соғысқа шығып жатқанда да сен қорқып тұрасың. Бірақ бәрі алладан деген идея тұру керек та негізі. То есть өлімнен қорқамыз. Бұл қорқу нормальный процесс. Бірақ қандай қорқу? Әдеттегі шектен шығып кетпеу керек қой. Иә, әдеттегі. Баяғыда бізде братандар өйстіп қорқатын, ана көшеде жүрсең, күндіз айтады да, үйректен де айтып, байғай көшеде қайтып бара жатқан кезде ана кімнің пәленшенің үйінің қасында өткенде өтіп бара жатқан кішкентай аппақ балалар жүгіріп ойнап жүрген. Аруақтарды көрдім деген сияқты. Кішкентай аппақ балалар ойнап жүр дейді да. Қараса кішкентай аппақ балалармен олатады да. Аппақ балалар ойнап жүрген алдынан жүгіріп шығады деп ше. Сөйтіп қорқытатын. Неше түрлі ауылда историялар бар. Мен бір досым болатын. Ол айтады да, мен ешкімнен қорықпаймын дейді да. Убийца болсын, не болсын, қандай любой персонаждан, бірақ кішкентай бала туралы айтса, кішкентай баланың несі рух туралы айтса, қорқамын дейді. Ана Звонок деген кино бар болатын, көріп пе едіңіз Звонок дегенді? Иә, бірақ көрген жоқпын. Көрсейші, негізі бірінші ужастиктарда да көріп пе едіңіздер негізі Звонок. Мен паранормальное явление деген кішкентай кезімде көргенмін да, содан кейін қатты қорқағанмын ғой. Анау екі диванда жатады, екі кісі, әйел мен несі. Иә, білемін. Аяғынан тартып алып кетеді ғой. Көргем. Бірақ Звонок деген көрсен. Негізі ужастиктардың несі сонымен асылған жоқ па, иә? Бірінші Звонок деген кино шықты, ойбай, японский звонок деп. Ана деген звук бар ішінде. Білетініз, көріп пе едіңіз, көрмедіңіз ба? Звондайды саған. Тырың, бір диск бар ғой, видео кассета. Сен ана видео кассетада бір қыз өзінің құдыққа тыққанын өзі түсіріп жазған ба? И анау видео кассетаның ішіне сіңіп кеткен ғой, анау бүкіл неше анау боль деген сияқты идея. Сөйтіп, ол видео кассета бір жерде қалып, қанша жылдар өтіп, ана адам көрген сайын анау оқиға орын алып отырады. Анау қосқан кезде анау чүк деп құдық шығады алдынан. Қосқан кезде. Кім ол видеоны қосады, сразу звонок келеді. Тырың деп жүгіріп барған кезде. 7 дней дейді. 7 күн қалды дейді. Кім өзі? 7 күн қалды дейді. Тұтып қояды. Ертең 6 күн қалды дейді. Ана жердегі қыз, ана құдыққа өзін-өзі көмген бір қыз, ол әке шешесімен проблема болған неше түрлі оқиға ана жақта. Сол жерде мынандай звук бар да, деген звук басылады, короче, ана бір ол қыз келейін деп жатқан еді ше. И ол қыз еще телевизордың ішінен шығады ғой. Вроде ужастик телевизордың ішінде тұрады да, телевизордың ішінен шығып сені келіп нетеді да. Анандай көріп пе да, шашын былай қарай алдыға түсіріп алып жүреді бар. Сол кезден басталды.
ұстаз негізі подкасттың мақсаты жыннан қорықпауға шақырып еді, сіз наоборот қорқып жүрсіз. Енді неге қорқасың, қорықпа. Мен деген негізі тоже өзім қатты қорқатын болдым да. Бұл қорқу деген сол ғой, жаңағы уәсуастан ба деп енді ойлайсың. Қазір бүкіл светті үйде әйелім көрінге неге кетіп қалады ғой. Принципиально түпкі комнатаға барып светті өшіріп ұйықтаймын ғой, короче. Қорқып тұрсам да. Принципиально жатуым керек қой мен, короче. Чтоб қорқынышты жеңу үшін ба? Я, мен енді өзіме өзім қорқпайсың десем, қорқпайсың негізі. Жал телефонды алып отырсаң, бірақ анандай емес, ананда қорқыныш болу керек, ол жаңағы. Келатқан қауіп, төніп тұрған деген сияқты. арыстан шауып келеді. Онымен шатастырмау керек негізі. Бұл ғайби мәселе болғаннан кейін шығар. Мысалы, мен телефонды алып түнде жатқан кезде, жалғыз өзім жатқан кезде телефонды алып отырсам, қорықпаймын ештеңеден. Телефонды өшіріп былай просто бүйтіп жатқан кезде уже ана бағана уәсуас келіп қалсайды ғой. Неге? Өйткені именно сол уәсуастар білесің ба, қай уақытта қуатты болады? Адамның мына 5 мүшесі бар, қолы, аяғы, көзі тынышталған уақытта анау күшейеді. А сен когда сотканы занят болған кезде миың анамен занят болып тұрады да, ол болмайды ол. Менде мынандай история болған, кішкентай кезімде мен кішкентай кезімде ұйықтап жатқан кезде жын келіп бетімнен ұрған ғой, короче. Мен историямда сондай да. Мен жатам, көп бастырылатын айтпақшы. Бастырылу туралы, кстати, сұрақ бар тоже. Жатқан кезде бағана уәсуас жасайды ғой, мен сосын түсіндім ғой сіздің айтып жатқаныңызша. Мен кішкентай кезім жатады, Айдархан, короче, мен өз-өзіме шешім қабылдағанмын ғой, болды мен қорықпаймын деген сияқты ше. И маған келіп құлағыма уәсуас жасайды да. Айдархан, қазір сен бетінен бір ұрамын деген сияқты ше. И мен айтамын, жоқ ұрамайсың деген сияқты ше. И ол айтады, жоқ ұрамын дейді. Ұрамайсың деймін. Бет тұрады да, өзім қолым көтеріп, өзім бетімді ұрамын ғой, негізі ше. Бірақ мен қатты сеніп қалғанмын ғой, біреуге бұрды дегенге ше. И өзімді ұрамын. И сосын анау жын сөйлейді ғой. Айтады, ұрамайды деші ал дейді да. Дарсы тағы бір рет ұрамын. Ұрамайды деші. Көк кезде қатты қорқамын ғой, короче. И уәсуасқа алданғансың ғой. Алданғам ғой, жестко. Негізі сол кезде біреуге бұрды деп ойлап отырмын, негізі өзім ұрып жатырмын ғой өз-өзімді. Сосын тұрып мамаға барып жылап бүйтіп ағам келіп айтқан, мен ұрдым негізі сені деп ше. Чтоб мен успокоить етіп, мен бірақ сол жерде истерить еткен ғой қатты. Мамадан ағамды өшім қатты күнәлап, не үшін үйтесің, қорқытып деген. Ағам не істерін білместен айтқан ғой. Мам, мен ұрған жоқпын деген. Мен одан сайын қорқып кеткен ғой, короче. Содан кейін алдында бір жалығу сезімнен қалай құтыламыз деген видеода сіз айтсыз ғой, адам апатияға түсіп кету себебі ол уәсуасқа беріліп қалуы деген сияқты. Содан кейін түсіндім, Айдархан, сен негізі өз-өзіңді ұрған едің ғой, білесің ба? Короче деген сияқты. Дұрыс решение. Бұл дұрыс решение. Бұл ғана. Бірақ сол кезде уәсуас получается шайтаннан болып тұр ғой. Неге таң қаласың? Сен қазір мошенниктер толып тұр ғой. Сенің құлағыңа отырып, сен не қалай ақшаңды бергеніңді білмей қалып маркетингқа салып деген сияқты ғой. Ол вообще не емес қой. Сен де по-своему тоже құлаққа отырып аласың ғой, дұрыс па? Біреуге сендіретін кезде сен, аға, негізі бұл жерде тема мынандай. Прям бұл сен сонда сендіресің сен, спокойно тема. Ол бір паранормальный бір неде емес та бұл. Просто уговаривать етті ғой сендер. Болды. Ұстаз, бастырылу туралы не айтасыз? Бастырылу деген. Бастырылу бар. Неден екенін олау бағаным. Бәлкім Айдархан бірақ бар. Ол бірақ енді жын үстіне отырып алып бүйтіп қарап отырады дейді. Бұл олау бағаным. Мен оны да айта алмаймын. Бір қарап отырады ба, не отырады ба, мен мәтін келмеген, мен өзім көрмегім, үкімге оған айтпаған. Бірақ бұл енді бір құбылыс шығар, психологиялық бір болмаса адамдағы жаңағы болып жатқан құбылыс, түс көру деген сияқты темалар бар ғой, бір түсініксіз құбылыстар көп негізі. Сол сияқты бір анық неден екенін білмеймін. Но ол бар, менде де болады, болған да кезінде, жас кезде. Көріп түсінбейтініміз көп қой, Айдархан. Мен бір Абдулланы танисыз ғой, Абдулла Хиджама деген кісі. Сол кісі бұрын жын шығарумен айналысқан ғой, білесіз ғой, иә? Сол кезде қазір уже айналыспайды, бірақ не үшін айналыспайды дегенде, ол адам үшін жын кірмейді екен деп айтады да. Сол кезде қайдан алдыңыз деген әңгіме ғой, енді қайдан алдың, қандай дәлел деген кезде ол кісі айтады да, Матуридида негізі, Матуриди ақидасында адам жын ішіне кірмейді деп айтады дейді. Ал салафизм басқа немене ағымдарда сол идеяны қатты қолдайды дейді. Мен матуридистанғандықтан қате деген сияқты. Ол айтады ғой бағанағыдай біз жын шығарған неше түрлі нәрсе жасаймыз. Мен айтып тұрмын ғой, Матуридида именно имам Шибли деген ғалым бар, арнайы жынға жасалған кітап, еңбек бар. Енді кімде-кім насты, мәтінді құжат қоятын болса, мәтін толып тұр, біздің Ханафи мазхабының ғалымдары бәрі кіреді деген. Да. Бір сөз жоқ, кірмейді деген.
бірақ Просто одан кірмейді- шығару деген ілім деген кірмейді жоқ. дегендер бар ғой, бір мәтін алып келсе екен ғой. То есть кірмейді дегендер базируется на том, что кіреді деген хабар жоқ қой. Енді кіреді деген хабар жоқ, бар ол кіреді деген хабар. Ну, допустим, кіреді деген хабар жоқ болғанның өзінде, почему ты решил, что кіреді деген хабар жоқ болуы кірмейді деген үкімге уже негіз болады да? Сен кірмейді деу үшін как минимум кірмейді деген мәтін алып келуің керексің ғой. Понимаешь, в чем? То есть құжат дегенді нетілмей тұр, қаралмай тұр да. Кіреді, енді алла қаласа, мүмкінаттардан ба бағана айтқан нәрсе ғой. Болды, мүмкінат болса алла қаласа кіре ма? Жарайды, кіреді сөз. Болды ғой. Мынандай мәселе болып тұр да. Адам ішіне кіріп кетуі, адамға зиян келтіріп қою мәселесі. Мен айттым ғой, қаншалықты зиян бұл саған управлять ете Кірді алмайды. кірмеді, какая разница дегенім ғой. Мен саған айттым ғой, егер сенің алдыңа кіріп тұрып сені управлять ете ма? Жоқ. Болды ғой енді, бәрі өзіне. Получается, ол ішіне кірсе де, ол сенімен управлять етпейді. Я уәсвас. Уәсвас жасайды. Болды. Мүмкін қаттырақ жасауы мүмкін. Иә. Мүмкін даже сен ол уәсвасқа төтеп бере алмауың да мүмкінсің, ақидан менің айтқанымды біліп тұрсаң да. Иә. Бірақ сен алданба да. Мысалы біреу Ол айтып шығып кете ала ма, өз еркімен кіріп шығып кетуі мүмкін, шығу да мүмкін, кіру де мүмкін. Айдархан мынандай ғой, мысалы мен айтсам, Айдархан алданба анаған, мамаң айтады ғой, алданба анаған дейді. Болды дейді, барып анамен отырасың да, бірақ алданай отырасың ғой. Тура сол сияқты мен айтадым, жайтан сен управлять ете алмайды, алданба, бірақ ол уәсуас салған кезде сен алданып қалуың мүмкінсің да. Бұл вообще андай емес, вау дейтін нәрсе емес, күнделікті болып жатқан мошенниктердің құлаққа отырып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ең рұқсат болған сиқыр бұл сөз сиқыры дейді. Ана ораторын Гитлердің өзін білесің ба, қандай сиқыршы болған сөзбен? Прям неткен сендіріп тұр. Иә, бәрін өздерін ұмытқызады ғой негізі. Ал ұстаз, жын көзге көріну мүмкін ба? Мүмкін. Мысалға, маған бір кісілер айтады, шәкірттері в основном ана медреседе оқитындар ше, айтады да, мен туалетте мынандай бір нәрсені көрдім, дейіне бүйтіп жүргенін. Кім айтады бізде? Абу Муайна Насафи, Абу Бараката Насафи ғалымдарымыз айтады, кейде жын кірген адам басқа жынды көре алады ғой дейді да. Осы кезде оның осы оқиғаларды алып келеді да, көре алады дейді. Сөздеріне қарайтын болсақ, жынды көруге болады. Мүмкін сен мынаған салсашы, абсурд па, мүмкін ба? Абсурд болмаса, алла қаласа онда болады. Енді ол сәл қорқынышты ғой, көріп қалсаң, йо-майо деген. Қорқынышты бола берсін. Енді сен қорқынышты екен деп тоже көрмеуге болмайды ғой енді. То есть бұл үкім шығарып та болмайды. Қалай сақтанамыз жарайды, көрмеуге варианттар бар ма деген. Қорықпа. Айдархан, ой алла, қорықпа, иншалла, бәрі алладан ғой. Одан кейін мен өзімді өсіп нетем, жаңағы сеттің бәрін өшіріп қойып нетем ғой. Сол кезде Нұржан, ертең өлім сәті келеді ғой. Өлім сәті келген кезде действительно сен жалғыз қаласың ғой. Саған сізді өлім жаналыс періште келеді. Неше түрлі оқиға ғой, который ол жақта сен процесс өтейін деп жатыр басыңнан. Сен бұл дүниеде сезбегесің. Ғалымдарымыз айтады, өлім дегеніміз не дегенде, өлім дегеніміз бұл аурудың, болдың бар ғой, дамуы до того, что ты не выдерживаешь и өлу дейді да. То есть сен бұл дүниеде ауырасың ғой, и дәрішесін тоқтатасың ғой, иә? Ана жақта он будет подниматься боль до такой степени, пока ты не умрешь. Да, вот. Енді сен бұл көрмеген процесс та бұл. Енді сен соны басыңнан өткізейін деп тұрсың ғой, құдай қалады. Жалғыз өзің, саған ешкім көмектеспейді. Ты по-любому через это будешь проходить, да? Егер сенің басында сол ситуация тұра, мынандай нәрселерден қорқатын болсаң, енді ана ситуацияда онда сен вообще как будешь деймін да? Мен өзім сөйтіп айтамын. Нұржан, сенің алдында өлім келе жатыр. Бұдан сен қазір мынандай үйдегі қазір алдына жын шығып қалады деген процестерде қорқатын болсаң, ертең өлімді қалай сен өтесің деген сияқты ше. Аллаға шүкір. Альхамдулилля. Білесің ба, мынандай мақал бар. Кім қорықса, ол ешқашан жеңілмейді деген ғой. Қорқса? Кім қорқақ болса, ешқашан жеңілмейді. Неге? Өйткені жасамаймын ол. Өйткені жасамайды да. Жеңілмейді да. Сөз анау бір дәстүр деген подкасттарында экзорцисттар, немесе балалар өздерінің көрген оқиғаларымен бөлісіп жатады да. Мысалға, общагада болған оқиғаларды айтады, бір кішкентай бала алып үлкен диванды бір қолымен көтере салды деп ше. Мен өз көзіммен көрдім деп айтып жатады. Ол қалайсың да ше? Айдархан екі вариантты қарастыр. Біріншіден, ол айтылған сөз қаншалықты құжат. Сөз ғой, айналып келген кезде сенің алдында просто
сөз ол. Оны сен тексеріп келсең, по-другому болып қалу варианты тұра ма? Вот. А сен қазір строишь свое понимание на том, что біреу саған айтты, тексеріп келсең, ықтималдық бар, ондай болмау. Раз. Два, Айдархан, бір адамның бұл диванды көтеріп алу, бұл мүмкинаттардан ба? Былай мүмкін ғой. Енді ол тұрғыдан қалатын болса, сені дұрыстап шайтан сендіретін болатын болса, көтеріп қалу ықтималдығы тоже. Кішкентай бала да, 5 жасар бала бүйтіп алды да, үлкен диванды былай көтеріп. Көру керек. Айдархан, мен айтып тұрмын ғой, бұл жерде сен на голый, то есть на голой новости үкім құрмашиш. Или мынандай ұстаз қараңыз. Бір шәкірт тұрады да, Құранды толықтай бір күнде жаттап алған сияқты оқып қалады, короче. Мүмкін ба? Мүмкін. Болды, мүмкін болса, неге болмасқа? Ол қалай болады сонда? Просто Аллаты бұл негізі обязательно жынмен де болу шарт емес. Біреу болуы мүмкін. Мына бізде мысалы бір ұстаз болды, оның атасы бір түнде жаттап алған Құранды. Или бірде мен саған қарашы, қандай утешение. Мен саған любойге айтқым келген нәрсені, бұл манипуляция по-своему. Идеяны тықым келетін, мен саған просто бір менің бауырым болған, мысалы, общагада солай болды. Деймін да, сен уже чик шегімен тың қақып қойған болды. Сен уже сенесің маған. По сути дела, ол әңгіме вообще жоқ да. То есть қара на довод, который он сейчас прививает себе сонымен. И ол әңгіме болуы мүмкін ба? Ықтималдығы бар ма? Әңгіме. Мен вообще мысалы кейде оқиғалар тыңдап отырамын ғой. Көп қой версия олай болмау. Бірақ сен біз уже на вот этой әлі не выясненной новости біз тұрамыз да. Да, вот так, да, значит, вот құжат әлемі бөлек әлем. В общем, баяғыда ұстаздарым айтушы еді, бір мақаланы көрген кезде сен вау деместен изначально сенде база критика қосылып тұру керек. Не екен мына мақала? Дұрыс па екен өзі? Деген еже тұру керек. Получится, негізі қорқатын нәрсе емес бүйтіп қарасаңыз, иә? Енді мен өзім мысалы қорқатын нәрсе емес деп ойлаймын. Бірақ табиғи қорқыныштар бар деп тоже айтамын. Как с этим жить теперь? Сен там боль, да, жындардың походу. Айта берді. Прям 100% қанағаттандыратын ответ күтіп Жоқ, отырмын. мен айтып жатқаным, Айдархан, нетпесейші мен ана иттен қорқасың арыстаннан. Ондай страхтардың болу орынды. Бірақ сен мына жыннан болатын страхтан білмеймін енді не үшін саған страх. Мен өзім ойлаймын, не үшін ол страх? Типа сен такое чудовище не видел, из-за этого тебе большой страх от этого? Иә, енді сен көрмеген нәрсе, бірақ саған өте қорқынышты бір нәрсе көрініп қалса, сен жүрегің ұстап қалады деген сияқты. Бірақ ол Алладан болып тұр дейсіз ғой. Конечно, мен саған айтайыншы, Айдархан. Өткенде мысалы біреу айтып жатыр да. Біреу, короче, тура осы, сен мысал келтірейінші, мен қазір ол мысал келтіргім келмей тұр, сен мысалында. Ұстаз біреу қараңғыдан қорқады дейді. Мен там қараңғы емес деймін да, қорқытушы. Почему? Потому что бір нәрсеге себеп деп айтатын болсаң, екеуінің арасы ажырау болмау керек. То есть моменттер бар ма? Қараңғы болады, бірақ сен қорықпайсың. Значит, сам по себе қараңғы не устрашающий момент. Екі адам болсаң, мысалы, қорықпайсың. Ja, вот значит, қараңғы отпадает момент, да? Бірақ ода қорқыныш пайда болып тұр қараңғыдан. Значит, қараңғылықтан емес. Неге деген кезде, неге ол қорқып тұр деп ойлайсың? Жалғыз болғандықтан шығар. Оның бойында қорқыныш сипаты тұр. Сипат бар ғой, качество. Оған просто надо ол қорқыныш сипатын өзіне не прививать и все. То есть адам білімді не за того, что көп оқыған, адам білімді, потому что оның бойында білім сипаты тұр. Сен қорқасың не за того, что қараңғы, а не за того, что ол жын алдыңнан шығады, а потому что сенің бойында қорқыныш сипаты тұр. Оны қалай? Просто ол қорықпа. Сипатты алып тастауға. Иә, болды, әрекет жасау керек. Сенің мақсатыңа сипатты алып тастау керек болды. Болды саз. Все. Просто үлкен мужиктарды білемін да, қорқатын. Болды, қарашы. Тоже айтады да, брат. Айдархан, енді олардың үйтіп қорқуы қаншалықты саған қорқыту керек та? Жоқ, олардың қорққан просто айтып отқан ғой. Енді типа енді сен айтып солар осы видеоны көріп, менің қорқуым нормально ғой дейін. Жоқ та, енді вообще ол мен стандарт келтірілмейді да. Молодцаз. Жалпы рахмет. Осымен аяқтаймыз ғой деймін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, тарқатыңыздар.
ұстаз сізге рахмет. Иә, саған да рахмет.